Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 7-ші сынып алгебра есептерін шығаратын боламыз. Ендеше бастайық. Бізде бүгін 5-те 140-ші есеп көбейткіштерге жіктеңдер деді. Бізде бұл есеп мына формулаға сәйкес келеді. А квадрат азайтылған В квадрат. Көбейткіштерге жіктегенімізде А минус В көбейтілген А плюс В. Осы формула арқылы жіктейтін боламыз. Тең болады. 25х-тің квадраты ол бізде 5х. 5х азайтылған жақша ішінде x қосылған y. Келесі жақша 5x қосылған жақша ішінде x азайтылған y. Енді жақшаларды ашатын болсақ, бірінші жақшада 5x азайтылған x азайтылған y. Келесі жақсамыз 5x қосылған x қосылған y. Ортақ көбейткіштерді ортақтарды біріктіретін болсақ, бізде бұл жерде мұнда 5x-тан x азайтамыз, мұнда 5x-ға x-ті қосамыз. Сонда бізде 4x азайтылған y көбейтілген 6x қосылған y. Қалған есептерді де дәл осы формула арқылы шығаратын боламыз. 100 бізде 10. 10-ның квадраты, 10 азайтылған жақша ішінде 3a қосылған 7y. Келесі 10 қосылған жақша ішінде 3a қосу 7y. Келесі 1-дің квадраты бізде 1, демек 1 азайтылған жақша ішінде a квадрат қосылған b квадрат. Келесі жақша 1 қосыл, енді қосумен жазамыз. 1 қосу a квадрат қосылған b квадрат. Келесі m 6 дәрежесі, n-нің квадраты. Бұл бізде болады m-нің 3 дәрежесі n азайтылған жақша ішінде m минус n. Келесі жақшамыз m-нің 3 дәрежесі n қосылған жақша ішінде m минус n. Келесі x-ның 4 дәрежесі y-тің квадраты. Ол бізде болады x-тің квадраты x квадрат y азайтылған жақша ішінде a квадрат минус b квадрат. Келесі жақша қосу амалымен орындалады. x квадрат y қосылған жақша ішінде a квадрат минус b квадрат. Келесі 9x квадрат y квадрат. 9 бізде 3-тің квадратына тең. Демек 3x y квадрат азайтылған жақша ішінде a минус b. Келесі 3x квадрат 3x y квадрат қосу жақша ішінде a минус v болды. Келесі 5-те 141-ші есепті де дәл алдыңғы есеп бойынша шығаратын боламыз. Бірінші жақша ішінде бізде бұл a квадрат, ал мұнда бізде v квадрат. Формулаға саламыз. Жақша ішінде a қосылған 2b азайтылған жақша ішінде 3c қосылған 4d көбейтілген жақша ішінде a плюс 2v қосылған жақша ішінде 3c қосу 4d. Жақшаны жабамыз. Келесі жақшаны ашамыз. x минус y азайтылған m плюс n. Келесі жақшада қосу амалымен орындалады. x азайтылған y қосылған жақша ішінде m плюс n. Жақшаны жабамыз. Келесі жақшаны ашамыз. m минус 2n азайтылған 2π минус 3q. Жақшаны жабамыз. Келесі қосу амалымен орындалады. m минус 2n
қосылған 2π минус 3q. Келесі 2a минус 3c азайтылған 4b қосылған 5d. Келесі жақша 2a минус 3c қосылған жақша ішінде 4b қосу 5d. Үлкен жақшаны жабамыз. Келесі жақшаны ашамыз. 3m плюс n азайтылған m минус n. Келесі 3m плюс n қосылған жақша ішінде m минус n. Ары қарай жалғастырып, бұл есептеп, мұнда 3-ті m-ға, 3-ті n-ға көбейтіп, ортақ сандарды біріктіріп, қосып, азайтып, қысқартуға болады. Кеттік. Одан кейінге жасай берейік. Мұнда 2 жақша ішінде a минус b азайтылған a плюс b. Келесі жақша 2 жақша ішінде a минус v қосылған a плюс v. Келесі 16 бізде 4-тің квадраты солай ма? 4 жақшаның ішінде a плюс v азайтылған 9 3-тің квадратына тең, 3x қосылған y. Келесі жақшамыз 4 жақша ішінде a плюс v қосылған 3 жақша ішінде x қосылған y. Үлкен жақшаны жабамыз. Келесі 9 бізде 3-тің квадраты, демек 3 жақша ішінде a минус b азайтылған 4, ол бізде 2-ның квадратына тең. 2 жақшаның ішінде x азайтылған y. Келесі 3 жақша ішінде a минус b қосылған 2 жақша ішінде x қосылған y. Келесі есепке кеттік. 5-те 142 есептен мұнда a-ның 4 дәрежесі минус b-ның 4 дәрежесі. Біз бұны былай жаза аламыз ғой? a-ның квадратының квадраты минус b-ның квадратының квадраты. Бұл бізде квадрат формулаға сәйкес келеді. Сонда болады a квадрат минус b квадрат. Келесі жақша a квадрат плюс b квадрат. Бұдан ашып жазсақ болады, егер ұзақ болады, бірақ a квадрат минус b квадраттың өзінің формуласы бар, a минус v a плюс v. Ал келесі жақшаны өзін жазып қойсақ a квадрат плюс v квадрат. Осылай көрсеткіштерге жіктесек болады. Мұнда да дәл солай. Мұнда бізде a квадратының кубы минус v квадраттың кубы. Кубтың формасына саламыз. Келесіде a кубтың квадраты минус b кубтың квадраты. Бұл бізде формуласына сәйкес келеді. Жаңа жоғарыдағыдай. a куб минус b куб a куб плюс b куб. Келесі a-ның 4 дәрежесінің квадраты минус b-ның 4 дәрежесінің квадраты. Демек a-ның 4 дәрежесі минус b-ның 4 дәрежесі қосылған a-ның 4 дәрежесі плюс b-ның 4 дәрежесі. Келесі мұнда бұны жақшаға жазсақ болады. a-ның 4 дәрежесі минус a куб қосылған
Жақша ішінде а минус 1. Бірінші жақшадан а кубты сыртқа шығарып жіберсек болады. Жақша ішіне шығарсақ болады. А куб жақша ішіне не қалады, сонда бізде а минус 1. Келесі жақша плюс а минус 1. Енді бізде ортақ көбейткіш, ол бізде а минус 1, иә? Оны жақша ішіне шығарамыз. А минус 1. Сонда жақша ішіне не қалады? А куб плюс 1 қалады. Келесі. Бұл бізде кубтың формуласымен ашып алайық. А плюс б-ның кубының формуласы бізде болады а куб қосылған 3а квадрат б қосылған 3а б квадрат қосылған б куб. Енді келесі жақшада бізде не болады? Бірінші жақшаны ашып алдық, екінші жақшамыз. Екінші жақша, жақша келесі азайтудың куб формуласын ашып алайық. Бізде не болады сонда? А куб минус 3а квадрат б қосылған 3а б квадрат азайтылған б куб. Енді біз не істейміз? Таңбаларды өзгертіп алайық. А куб плюс 3а квадрат в қосылған 3а б квадрат қосылған б куб. Азайтылған, мынау азайту таңбасы бізде. Мынау азайту таңбасы. Мұнда іштегі таңбалардың барлығын не істейді? Өзгертеді, қарама-қарсы таңбаға. Демек, кеттік. Азайтылған а куб плюс 3а квадрат б азайтылған 3а б квадрат қосылған б куб. Демек, бізде қысқаратындар бар, иә? А куб пен б куб қысқарады. Және 3а б квадрат пен 3 қосу таңбасы мен азайту таңбасы қысқарады. Демек, бізде не қалды? 3а квадрат б, 3а квадрат б. Ол бізде болады тең 6а квадрат в-ға және қосылған б кубқа б кубты қоссақ 2б куб болады. Ортақ көбейткіш бізде 2 б-ны жақша ішіне шығарып жүреміз. Жақша ішіне не қалды сонда? 3а квадрат қосылған в квадрат. Есебіміз шықты. Келесі. Мұнда бұл есепті де біз 4 дәрежелі формуламен ашсақ болады. Ендеше солай ашайық. Бірінші жақша а-ның 4-ші дәрежесі қосылған 4а куб в қосылған 6а квадрат в квадрат қосылған 4а б куб қосылған в-ның 4 дәрежесі. Келесі жақша азайту таңбасымен ашылады. А-ның 4 дәрежесі азайтылған 4а куб в қосылған 6а квадрат в квадрат азайтылған 4а б куб қосылған в-ның 4 дәрежесі. Енді тура жаңағыдай бірінші жақшаны өзін жазамыз, екінші жақша таңбасы минус болғаннан кейін қарама-қарсы таңбаға ауысады. Кеттік онда. А-ның 4 дәрежесі қосылған 4а куб в қосылған 6а квадрат в квадрат қосылған 4а б куб қосылған в-ның 4 дәрежесі. Азайтылған а-ның 4 дәрежесі қосылған 4
а куб в азайтылған 6а квадрат в квадрат қосылған 4а б куб азайтылған оның 4 дәрежесі. Енді қарама қарсы қысқаратын фамилияны қысқартамыз. А-ның 4 дәрежесі мен А-ның 4 дәрежесі қысқарады, В-ның 4 дәрежесі мен В-ның 4 дәрежесі қысқарады. Және де 6а квадрат пен 6б квадрат қысқарады. Енді бізде не қалды? Солардың қалғандарын жазайық. 4а куб болған 4а куб В-ны қосқан кезде 8а куб В қосылған 8а б куб. Ортақ көйткішті жақша сыртына шығарайық. Сонда не болады бізде? Кеттік. 4а бұны шығарсақ, жақша ішінде 2а квадрат қосылған жоқ 8-ді шығарып жүреміз ғой мұнда, я? Мен қателестім. Мұнда 8-ді шығарып жүреміз. 8а бұны шығарып жүрсек, жақша ішінде сонда а квадрат қосылған б квадрат қалады. Есебіміз шықты. Келесі 5-те 143-ші есепте. Көбейтінді түрінде жазыңдар дейді. Бізде бұл жерде ұқсас мөлшерлерді біріктірейік. Бізде бұл жерде ax квадрат, bx квадрат және cx квадрат. Осыны бір жақшаға алайық. Кеттік. Онда болады бізде ax квадрат қосылған bx квадрат азайтылған cx квадрат. Келесі жақшада бізде ортада қандай белгі? Қосу. Келесі жақшада бізде не қалды? ax қосылған bx азайтылған cx. Барлығында ортақ көбейткіш бізде не бар? X квадрат бар, я? Мұнда. Ал мұнда x бар. Демек, x-ті, x квадратты жақша сыртына шығарайық. Мұнда жазсам. Бірінші жақшаның сыртына x квадратты шығарсам, жақша ішінде a қосылған b қосылған c қалады. Келесі жақшаның ішінде қосылған x-ті жақшаның сыртына шығарсақ, не болады? a қосылған b азайтылған c болады. Екеуінде де ортақ көбейткіш бізде a қосу b қосу c. Мына жерде азайту. Мына жерде қателеспін. Мұнда азайту. Дұрыс қой, азайту болады. Мұнда да азайту. Демек ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Сонда a қосу b азайтусын жақша сыртына шығарсақ, келесі жақшада x квадрат қосылған x қалды. Көбейткіштерге шектеді. Келесіне дәл солай орындайық. ax квадрат, bx квадрат, cx квадратты бір жақшаға алайық. Жақша ax квадрат қосылған bx квадрат қосылған cx квадрат. Келесі жақша қосылған азайтайық. Біз азайтамасын қоямыз. Азайтылған жақша ішінде ax және минус bx болу үшін бізде мына жерде плюс vx және минус cx шығу үшін бізде бұл жерде тоже болады cx. Дәл жаңағыдай ортақ көбейткіштерін жақша сыртына шығарайық. Мұнда x квадрат, мұнда x. X квадратты жақша сыртына шығарсақ, жақша ішінде бізде a қосылған b қосылған c қалады. Келесі жақшадан x-ті шығарайық. Жақша ішінде a қосылған b қосылған c қалады. Демек, ортақ көбейткіш бізде a қосылған b қосылған c. Келесі жақшада x квадрат азайтылған x. Есебіміз шықты. Келесі 5-те 144-ші есепте де ортақ көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Демек, екеуінде де ортақ көбейткіш бізде жақша ішіндегі a минус 2b. Демек,
а минус 2b жақшаның сыртына шығарсақ, а минус 2b-ны жақшаның сыртына шығарсақ, келесі жақсыда бізде не қалады? А минус 2b-ның кубы азайтылған 8. Есебім шықты. Келесінде. Мұнда x минус 3y-ның 4 дәрежесін өзін жазып алайық. Келесі өрнектен жақша сыртына 27-ні шығарып жіберейік. 27-ні жақша сыртына шығарсақ, жақша ішінде бізде не қалады? X азайтылған 3y қалады. Енді бізде ортақ көбейткіш бар, я? Ол бізде x азайтылған 3y. Демек, келесі жақшада бізде не қалды? X азайтылған 3y-дің 3 дәрежесі азайтылған 27. Есебіміз шықты. Келесіде. Келесі а минус 2b-ның кубы, және бұл бізде кубтардың айырмасының формасына келеді, я? Ендеше жазайық. А минус 2b азайтылған, жақша ішінде а плюс 2b. Көбейтілген. Жақшаны жабамыз, үлкен жақшаны ашамыз. А минус 2b-ның квадраты қосылған а минус 2b көбейтілген а плюс 2b қосылған а плюс 2b-ның квадраты. Бұл жерде жауабымыз қалай болады? Тең болады. Минус 4b жақша ішінде 3a квадрат қосылған 4b-ның квадраты. Келесі мұнда кубтардың қосындысының формасын мен есеп шығарамыз. Бірінші жақша ішінде 2x қосылған 3y қосылған жақша ішінде 3x азайтылған 2y көбейтілген жақша ішінде 2x қосылған 3y-дің квадраты азайтылған 2x қосу 3y көбейтілген 3x азайтылған 2y қосылған 3x азайту 2y-дің квадраты тең болады. Мұнда жақшаны ашып түсіндірейін, я? Бірінші жақшада бізде не болады? 2x қосу 3y қосылған 3x азайтылған 2y. Келесі жақшада квадраттың формасымен ашамыз. 4x квадрат қосылған 2-ні көбейтсек 4, 4-ке 3-ті көбейтсек қанша болады? 4 3 12, я? 12xy қосылған 9y квадрат азайтылған 4x-дің квадраты және азайтылған болады, ол минустармен плюс болады, плюс 9y-дің квадраты қосылған 9x квадрат азайтылған мұнда 12xy минус 4y-дің квадраты тең. Енді қысқаратындарды қысқарып тастаймыз. Мұнда мына мен мынау ортақ көбейткіштерді біріктіреміз. 4x квадрат пен 4x квадрат қысқарады және 12xy пен 12xy қысқарады. Қалған ұқсас көбейткіштерді жіктейміз, я? Мұнда мынау және и
тең жақша ішінде не болады? 5x қосылған y келесі жақшада 9y-ке 9y-ті қоссақ 18y, 18-ден 4y тассақ 16y. 16y қосылған 9x квадрат есебіміз шықты.